В және на бірліктарына кішігірім жаттығу жасайық. В такси ішіндегі жағдай на такси бұл жету. Мысалы, на такси такси арқылы жету. Они отправились в ресторан в такси или на такси. Олар мейрамханаға таксимен барды, таксимен жетті деген сөз. Яғни на бірлігін қолданамыз. Они отправились в ресторан на такси. Олар таксимен жетті. Вчера вечером я сел в такси или на такси после работы. Кеше түнде мен жұмыстан кейін таксидің ішіне отырдым. Ішіндегі жағдай. Сондықтан да в бірлігін қолданамыз. Вчера вечером я сел в такси после работы. Келесі мысал, мы всегда ездим в школу в такси или на такси. Жету туралы айтып тұр, сондықтан да на бірлігін қолданамыз. Келесі мысал. Встретимся у входа в театр, я подъеду в такси или на такси. Мені